Сәлеметсіңдер ме оқушылар? 40-та 11-ші есеп амалды орындаңдар. Екі бөлшекті көбейт және x минус y-қа бөл дейді. Бірінші бөлшектің алымынан m-ді шығарып алайық. Сонда x квадрат минус y квадрат. Бөлімінен 2-ні шығарсақ, x плюс 4 болады. Көбейту. Екінші бөлшегіміздің алымынан 3-ті шығарып алсақ, m қосу 4. Бөлімінен m-ді шығарайық, y плюс x. Енді біз білеміз, бөлшекті бөлген кезде біз көбейту керек екенбіз, алым мен бөлімін орнына ауыстырамыз. Яғни x минус y-тің бөлімінде бір бар деп ойлаймыз да, бірді бөлшектің алымына апарып жазам. Мына x минус y-ті бөлшектің бөліміне жазам. x минус y. Тең. m қосу 4 пен мынау x па? Мынау m екен ғой балалар. X деп жазылып кеткен. Мынау m. m қосу 4 пен m қосу 4-іміз қысқарады. Мына жерде бізде m мен m кетеді. Мына x квадрат минус y квадратта не бар? Ол 2 x минус y, x плюс y қой. Екі өрнектің квадраттарының айырмасы, Сонда мен бұны былай жазып алайын. X минус y, x плюс y бөлінген 2 қалды, көбейту. Мұнда бізде y плюс x өзі тұра берсін. 3 көбейту. 1 бөлінген x минус y. Қараңыздар балалар. Мынау x минус y пен мына x минус y кетеді. X плюс y пен мына x плюс y кетеді. Қосылғыштардың орнына ауысқанмен қосылудың мәні өзгермейді. Сонда біз 1 ғой. 2-ден 3 бола салады көбейтіндісі. Тең. Келесі үшінші есеп. Бірінші бөлшектің алымынан a-ны шығарайық. Мынау a минус b-ның квадраты. Мұнда x-ті шығарайық. Сонда a-ны шығарсақ x плюс y. Мынау x минус y-тің квадраты. Көбейту. X-ті жақшан сыртына шығарсақ, x минус y. 7-ні жақшан сыртына шығарсақ, x плюс y. Көбейту. Мынаның бөлімде 1 бар деп ойлаймыз. 1 бөлінген a көбейту x. Тең. Мына a x пен мына a x-ті қысқартып жіберейік. Мына x минус y-тің квадраты мен x минус y кетеді. X плюс y пен x плюс y-іміз қысқарады. Сонда бөлімінде 7 xy. 7 көбейту x минус y. Алымында ештеңе қалмады, 1 қалады сонда. A куб минус b куб. Ашып алайық. X минус y. Бірінші жақша, екінші жақша x квадрат плюс xy плюс y квадрат. X плюс y-тің өзін жазайық. Көбейту. Бұл бізде екі өрнектің квадраттарының айырмасы. Мынау тұра берсін x квадрат плюс xy плюс y квадрат. Бұл ешқандай формуланы бермейді, ортақ көбейтке шықпайды. Көбейту. 1-ді алымына жіберем, x минус y-ті бөліміне жіберем. Дұрыс па? Сонда қараңыздар, мыналарды мен қысқарту үшін жақша қалып алам. Мынау көбейтіндісі бізде мынаны беріп тұр. Мына екеуінің көбейтіндісі x куб минус y куб. Мұнда x плюс y пен x плюс y қысқарады. Сонда бізде 1 көбейту x минус y. 1 жазылмайды, x минус y-тің өзі. Бөлімінде не бар? Бөлімінде ештеңе жоқ. Сонда бұлай жаза саламыз балалар жауабын. Бөлшек қажет емес. X минус y. Келесі 40-та 12-ші есеп. Тең. Тең астына жалғастырайын. n минус 5-тің квадраты. Бөлімнен 3-ті жақшан сыртына шығарсам, a қосу 4. Көбейту. Екі өрнектің айырмасы квадраты. a минус 4, a плюс 4. Мұнда 2-ні шығарып жүрсек, n минус 5. Тең n минус 5 пен оның квадраты қысқарады. a плюс 4 пен a плюс 4 қысқарады. Сонда бөлімінде 2-ні 3-ге көбейтсек 6, алымында n
минус 5 көбейтілінген n минус 4. Не есеп шықты. Екеуін көбейтіпті ықшамдауға болады. Осылай қалдыра салайық. Келесі. Бірінші бөлшектің алымын. Бізде ол екі өрнектің квадраттарының айырмасын беріп тұр, дұрыс па? 2 минус а, 2 плюс а. Бөлімінен 4 шығарып жерсек, а плюс 2b. Көбейту. А қосу 2b-ның квадраты. Бөлімінен 3-ті шығарсақ, 2 минус а болады. Тең. 2 минус а мен 2 минус амыз қысқарады. А плюс 2b-ның квадратын қысқартамын а плюс 2b мен. Сонымен бізде бөлімінде 12 қалды, алымында 2 қосу а, 2 қосу а және а қосу 2b түрінде қалады есептің жауабы. Келесі 40-та 13-ші есеп. Мына өрнектің мәнін табыңдар дейді. Ол үшін бірінші ықшамдап аламыз, содан кейін барып x-тің орнына қоямыз. Тең. Бөлшектің алымынан 8x-ті жақшан сыртына шығарыңыздар. Сонда x минус 1, x плюс 3. Көбейту. Біз бөлімінде 1 бар деп ойлаймыз. Ендеше біріміз үстіне баратта бөліміне x. Мына екеуінде 2 бар балар. 2-ді шығарып жейікші. Сонда x минус 1 болады. Сонымен, мына 2x пен 8x қысқаратында 4 қалады. X минус 1 мен x минус 1 кетеді. Сонда бөлімінде x плюс 3, алымында 4. 4 бөлінген x плюс 3. Енді бұл ықшамдалған түрі. 4 бөлінген x плюс 3 тең. Мына жердегі x-тің орнына мына бірінші 2,5 қоям. 4 бөлу 2,5 қосылған 3. 4 бөлу 5,5 болады. Бұлай бөле салайық, балалар. 4 бөлу 5,2-ден 1 ғой. Ол тең 4 бөлу бұрыс бөлшекке айналдырып алайық. 2-ден 2-ні 5-ке өтсек 10, 10-ға 1-ді қоссақ 11. Тең. Сонда 4 көбейту 11-ден 2 деген сөз. Сонда ол 11-ден 8. Мына 4-ті 2-ге көбейтіп жүрем 8. Міне 11-ден 8 шығады екен. 2,5-ті қойсақ келесі минус 3,4-ті қояйық. 4 бөлінген, яғни мына ықшамдалған жерге қойып жатырмыз. Минус 3,4 қосу 3. Үлкен саннан кіші санды аламыз, үлкен сан таңбасын қоямыз, иә? Сонда бізде 3,4 үлкен 3-тен, иә? Сонда 3,4-тен 3-ті азайтып тастаймын, 0,4, оның алдында минус тұр, сондықтан минус 0,4 бөлінген 4. Енді не істейміз? 4-ті бөлеміз 0,4-ке, яғни бізде оң санды теріс санға бөлсек, минус 10 шығады екен. Не ықшамдалды. Келесі екіншісінде қарастырып өтейік. Бірінші ықшамдап алайық. Ортақ көбейткішті жақшан сыртына шығарып алайын. 3 азайту 2b. Көбейту. 2-ні жақшан сыртына шығарып жүрсек, а квадрат минус b квадрат. Бұны мен бірден аша салайын, балар. А минус v, а плюс b ғып. Түсінікті ма? А минус v, а плюс v. 2-ні шығарып жерінде а минус v, а плюс v-сын 2-ні шығарып жүрсек 4 болады, сонда 2а плюс v, а плюс 2v болады, міне. Бұнау а минус 2v болады. Тең. А минус 2v мен а минус 2v қысқарады. Сонда енді ықшамдалатын дүние жоқ, қысқаратын. А минус 2v бөлінген а плюс 2v. Не есеп ықшамдалды? Енді орнына қояйық. 3 көбейту а минус 2v бөлінген а плюс 2v. Тең, мен біреуін ғана есептеп берейін, қалғанды өздеріңіз есептеп алыңыздар. 2,6-ны, өздері біреу ақ екен ғой, иә? 2,6-ны аның орнына, v-ның орнына минус 1,2-ні қой дейді. Сонда 3 көбейту, 2,6 азайту, міне минус бар балалар. Мына минусты жарайды, өзін жеке жазайын. Минус 1,2.
бөлімінде 2,6 қосу 2 көбейту минус 1,2 тең. Тең ықшамдайық. Сонда мына 2 теріс санды теріс санға көбейтсек, бізде оң сан 2-ні 2,4 көсек 4,8 плюс болып кетеді. 3 көбейту 2,6 плюс 4,8. 2,6 азайту болады. Оң сан теріс санға көбейтсек минус 2,4 тең. 2,6-ға қосамын 4,8-ді. 7,4. 7,4-ті 3-ке көбейтсек, және 2,6-тан 2,4 алсақ 0,2. Дұрыс па? 7,4-ті 3-ке көбейтейік. Неше шығады? 22,2. Мұнда бөлімінде бізде 0,2 тұр. Енді 22,2-ні бөлеміз 0,2-ге. Сонда бізде жауабы 111 шығады екен. Бұны бөлуді білесіздер. Бұл да 5-ші сыныптың ережесі. Яғни ол 22,2-ні бөл 0,2 деген сөз балалар. Мынау бөлгішке қараймыз. Бөлгіште үтірден кейін бір цифр болса, мынаның да үтірін жылжытамыз. Сонда 222-ні 2-ге бөл деген сөз 111 шығады.